Күз жетіп, қыркүйектің бірінде барша оқу ордаларында алғашқы қоңырау сыңғырлады. Білім күні мереке ғой. Әсіресе мектеп табалдырған алғаш аттаған балғындарға бұл яки ерекше шақ болар ақиқат. Ойын баласы ойын ұштап, енді оқушы атанады. Қолына оқулық алып, ұстаз алдына барады. Қалам алып сауатын ашады. Бұл бүлдіршіндерде осынау күні қара шаңыраққа қабылданып жатқан жайы бар. 61-дей бүлдіршін Көкшетаудағы Назарбаев зияткерлік мектебінің бірінші сыныбына барды. Оқушы атана да толқулы күйде. Бұл мектепке әр бала оңайлықпен қабылдана қоймасы мәлім. Мұндағы іріктеу қатаң, көп ішінде білім зияткерлігімен дараланған санаулы бүлдіршін ғана осы күні мектеп оқушысы атанып отыр. Бүгін өте қуаныштымыз, ата-аналар бәрі жиналып, мұғалімдер міне мынау Ниш мектебінде бірінші сыныпқа барамыз. Погружение, қазақ тіліне погружение сыныбына барамыз. Көп дайындалдық. Өзіміз солай қалай түсеміз деп уайымдап, енді қызым Ташкенова Алуа бірінші сыныпқа барады. Өте қуаныштымын. Мынау мектепті таңдағанымыз өте білімді мұғалімдер, солай естіп жатырмыз. Мұнда балалар оңды оқиды. Бұл мектептің бастауыш сыныбында 223 оқушы бар. Білім ошағының директоры мұндағы материалдық техникалық әлеует зор, оқытушы құрамның өте жоғары білікке ие екендігін жеткізіп, оқымысты үшін барлық жағдай жасалғандығын айтты. Биылғы бірінші сыныптарға енгізіліп жатқан жаңа бағдарлама өте маңызды деп ойлаймыз. Ол балаға мүмкіндік береді деп солай ойлап отырмыз. Оның барлығын мен шын жүректен нақты айта аламын, себебі осы мектепте Назарбаев зияткерлік біздің оқушыларымыз осы бағдарламамен оқып жатыр. Мына мектепте биыл ұзын саны 737 білімгер оқымақ. Ал өткен оқу жылында бұл жерден 116 түлек қанат қағыпты. Әрқайсысы үлкен өмірге жолдама алып, өз жолдарын тауып кеткен. Айталық, 24 боз жігітпен бой жеткен Назарбаев университетінің грантын жеңіп алып, елдегі белді оқу ордасының студент атанғаны бар. Өзгелер де білім қуып, шетелдерге жол тартқан. Бұл өрендер де осы бір қара шаңыраққа бүгінде тарадай болып еніп жатса, жылды жылға оздырып, күні ертең таудай қалыпта бұл жерден түлеп ұшпақ. Ақпар үшін айтайын, Қазақстан бойынша дәл осындай 20 мектеп осы күні жұмыс істейді. Стартовал новый учебный год. В этом году за парты Назарбаев интеллектуальной школы города Кокшетау сели 737 юных интеллектуалов, а порог первого класса переступили 60 первоклассников. День знаний для каждого ученика и педагога всегда волнительный. Как он прошел, смотрите в нашем следующем сюжете. Первый раз в первый класс. По словам родителей первоклассников, дети долго готовились к этому дню, потому что попасть в ряды юных интеллектуалов непросто. К слову, в отборочном туре приняли участие более 200 ребят. Мой ребенок сегодня идет в первый класс. В этой школе мы очутились не случайно. Мы очень долго готовились. Мы хотели поступить в эту школу, потому что эта школа дает очень хорошие знания. Мы знакомы с родителями, дети, которые учатся в этой школе, в классе погружения, в русских классах, казахских классах. И очень хотелось бы, чтобы мой ребенок, он, получив знания именно в этой школе, продолжил путь и трудился на благо нашей республики. В начальном звене здесь обучается 223 ребенка. В учебном заведении созданы все условия для получения качественных знаний, говорит директор школы. Также большое внимание здесь уделяют творческому развитию ребенка, его эмоциональному состоянию и взаимодействию родителей с детьми и их учителями. Вот видите, сколько у нас сегодня было родителей. Я просто сравниваю первую линейку, вторую линейку. В связи с тем, что мы не можем вместить всех одновременно, мы поделили линейку. На первой линейке у нас были 7 по 12 классы. А вторая линейка это была специально именно для детей начальной школы. Родителей, как всегда, много. Поэтому это говорит о том, что родители и школа всегда взаимодействуют вместе. В новом учебном году в Назарбаев интеллектуальной школе будет обучаться 737 школьников. Отметим, что в 2016 году учебное заведение закончили 116 выпускников. 24 из них стали обладателями грантов в Назарбаев университете. Остальные поступили в ведущие зарубежные и казахстанские вузы. Также на гранты. Будем надеяться, что 60 первоклассников также станут гордостью своих родных и преподавателей. Отметим, что по стране действует всего 20 школ с таким статусом.